Сәлем балалар, 3 сынып, әдебиеттік оқу 23 сабақ. Ата сөзі алтын сөз. Бүгін сен бата сөздің белгілерін білетін боласың. Бірінші тапсырма. Түсініп оқы. Бата, жақсы тілек білдіру. Ол ұлттық дәстүр. Батаны көбіне құрметті ақсақалдар, атақты адамдар береді. Тілек ретінде балалар да жаттап алады. Екінші тапсырма. Баталар жарысы ойыны. Бұл ойында кім көп бата біледі, сол анықталады. Балалар, білетін баталарыңды ортаға салып айтсаңдар болады. Үшінші тапсырма. Түсініп оқы. Алтын сөз. Сәулелі сөз сөнеме. Орны бөлек батаның. Бізге тәлім өнеге, ақ тілеуі атаның. Мән беріп ден қойғанда, терең ойға батасың. Шілдехана тойларда береді атам батасын. Әр сөзінің ақырын жақсылыққа тірейді. Қадап айтып ақылын көпке бақыт тілейді. Кім сүймейді атасын, асқар таудай көрінген, бөбекке айтар батасын жаттап алған едім мен. Жүйрік тілді ақын бол, жақсыларға жақын бол, достарыңмен тату бол, дұшпаныңа қату бол. Ұсақ болма, ірі бол, өз ортаңның гүлі бол. Ата-анаңның көзінің сөнбей тұғын нұры бол. Кім болсаң да әйтеуір, азаматтың бірі бол, туған елдің ұлы бол. Ойға тоқы, парқын сез, ата сөзі алтын сөз. Өлеңнің авторы Несіпбек Айтұлы. Төртінші тапсырма. Түсініп оқы. Өлеңнің авторы туралы әңгімеле. Несіпбек Айтұлы. Балалар ақыны. Несіпбек Айтұлы 1950 жылы Тарбағатай аймағында туған. Бір тостаған, күміс күйме және тағы да басқа өлеңдер жинағы мен ертегілері бар. Бесінші тапсырма. Ақынның алтын сөз деп отырғаны не? Ақынның алтын сөз деп отырғаны ол бата. Батаға қатысты қандай нақыл сөз білесің? Жаңбыр мен жер көгерер, бата мен ер көгерер. Бұл нақыр сөздің авторы Қорқыт. Атадан бота қалмасын, бата қалсын. Ботаның құны бір-ақ жұт, бата балаға мәңгі құт. Нақыл сөздерін білемін. Алтыншы тапсырма. Батаны қандай бала алады? Батаны ұқыпты, үлгілі, ақылды бала алады. Бата алатындай 3 оқиға ойластыр. Бірінші, үлкенге қызмет жасағанда үлкендер бата береді. Және үлкен жеңіспен оралған кезде үлкен кісілер бата береді. Немесе әртүрлі мерекелерде, Наурыз, айт мерекесінде үлкендерден бата сұрауға болады. Жарайсыңдар болар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар және де осы каналға тіркеліп алыңдар.